Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен түшпарадан өте оңай әрі тез дайын болатын ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай пияз және сарымсақтарды ұсақтап турап алатын боламыз. Және черри помидорларын екіге бөліп дайындап аламыз. Черри помидоры болмаса, кез келген помидорды осылай ұсақтап турап сала беруге болады. Және де шампиньон саңырауқұлағын екі бөлікке бөлеміз, сосын әр бөлігін осылай ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Бұл саңырауқұлақтар тағамға өте ерекше дәм беретін болады. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Одан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген ас көкті қоссаңыздар болады. Мен осылай петрушканы турап дайындап алдым. Және бір қызанақты осылай блендермен езіп алатын боламыз. Қызанақтың орнына кез келген салатты қосуға болады. Осындай қызанақтан дайындалатын салаттардың түрі бар. Соның кез келген қоса берсеңіздер болады. Міне осылай дайындап алдым. Енді біз барлық дайындап болғаннан кейін пельменімізді пісіріп аламыз. Пельменді осылай қайнап тұрған суға тұз салып, жақсылап тұрып 15 минуттай қайнатып пісіріп алатын боламыз. Бұл пельмендерді мен алдында түйіп морозильникте сақтап қойғанмын. Езілмейтін осындай пельмендерді түйудің рецептісін алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Міне осылай езілмей керемет болып пісіп шығады. Енді табамызға сары майды салып ерітетін боламыз. Сары май ерігеннен кейін үстінен пиязды саламыз. Және пиязымыз жұмсарғанша жақсылап тұрып қуырамыз. Және одан кейін томат пастасын сарымсақты салып араластырамыз. Шампиньондарды саламыз, жақсылап 5-7 минуттай жақсылап қуыратын боламыз. Міне өте әдемі осылай қуырылуы керек. Одан кейін жаңағы қызанағымызды саламыз, черри помидорларын саламыз, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз салатын боламыз. Және қайнап тұрған ыстық суды кішкене ғана құямыз. Одан кейін үстінен суда піскен пельмендерімізді саламыз. Пельмен езіліп кетпес үшін жай күшпен ғана осылай араластыратын боламыз. Және бетіне плавленый сырды қойып, 30 секундтай бетін жауып қоямыз. 30 секундтан кейін бетін ашып, жай ғана күшпен осылай жақсылап араластырып аламыз. Және жаңағы біздің дайындап қойған ас көгімізді саламыз, тағы бір араластырып жібереміз. Сонымен біздің тағам дайын болады. Өте оңай дайындалатын дәмді тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Осы видео рецепті өз жақындарыңызға міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналымнан тағы да басқа рецептерді таба аласыздар. Сіздермен болған Нағима ас болсын.